Сәлем достар, біз бүгін чечевичный суп және де чесночный хлеб жасайтын боламыз, яғни чеснок қосылған нан. Ең алдымен суп жасайтын боламыз, ол үшін бір пиязды қуыратын боламыз. Пияз қызарып қуырылғаннан кейін сәбі және болгарский перец қосып араластырып алатын боламыз. Кейін 5 минуттай қуырылғаннан кейін чили бұрышын қосып тағы да қуырып аламыз және үлкен қасықпен бір қасық томат салып тағы да 2 минуттай қуырамыз. Ұзақ қуырмаңыздар, өйткені томатымыз күйіп кетпеуі керек. Осылай біз газды өшіріп қоятын боламыз. Оған дейін біздің етіміз қайнайды. Көбігін тазалап алып тастаймыз. Чечевицамызды жуып алатын боламыз, тазалап әбден. Кейіннен етіміз 1,5 сағат қайнап піскеннен кейін етімізді сүзіп алып, жаңа қуырған көкөністерімізді саламыз, картошкамызды саламыз, чечевицамызды саламыз, дәміне қарай тұзын бұрышын салатын боламыз. Және де етті майдалап турап қайтадан сорпаға салатын боламыз. Тағы да 1,5 сағат қайнағаннан кейін біздің сорпамыз дайын болады. Осы күйінде берсеңіздер де болады, немесе блендердан өткізіп укроп, петрушка салып берсеңіздер де болады, қыздар. Ас болсын. Енді екінші біз нанымызды жасайтын боламыз, чеснок қосылған. Ең бірінші біз апарамызды жасап алатын боламыз. Мен деген ингредиенттің көлемін видеоның астына описание бөліміне жазып өтетін боламын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Бірінші сүттің жартысына апарамыз жасап алатын боламыз. Кішкентай қасықпен 1 қасық дрож қосып 100 мг сүтке. Кейіннен 2 немесе 3 чеснок ашитын боламыз. Біздің апарамыз көтерілгенше. Және осындай жұмсартылған сары майдың үстіне укроп, чесногымызды өткізіп араластыратын боламыз. Міне біздің апарамыз осылай көпіршуі керек. Көпіршімесе, онда нанымыз дұрыс көтерілмейді. Кейіннен 3 столовый ложка менен майонез саламыз. Кейін тұз салатын боламыз. Және де жаңағы жарты сүтімізді құямыз 150 мг және апара. Сүтіміз суып қалмау керек, жылы болсын міндетті түрде. Онымызды електен өткізу арқылы нан илетін боламыз. Нанымыз жұмсақ болады, кішкене қолға жабысып тұрады. Оны алып, столдың бетіне ұн сеуіп илетін боласыздар. Қатты тесто илемейсіздер, қолға жабыспайтын жұмсақ тесто илейсіздер. Кейін нанымыздың бетін жауып 1 сағатқа қойып қоятын боласыздар. 1 сағаттан кейін көтерілгеннен кейін видеода көрсетілгендей форма жасайтын боласыздар. Оған дейін духовкамызды 180 градуста қыздырып қоятын боламыз. Міне нанымыз осындай керемет болып көтерілді. Сливочный масло мінекей ертерек шығарып қойыңыздар, жұмсарып тұру үшін. Барлығын араластырасыздар және қамырымыз жайған кезде қатты жұқа қылмайсыздар, орташа көлемде жаясыздар. Май жаққан кезде қазір видеода көрсетілгенде жағыңыздар, қатты майды жағып тастамаңыздар, өйткені піскен кезде майлы болып кетуі мүмкін. Мінекей осындай болып тұру керек майымыз. Үстіне жаға берудің қажеті жоқ.
менде бұл тестадан 2 нан шықты. Егер де майымыз, укропымыз, яғни салмасы артылып қалатын болса, жағып тастамаңыздар. Барлығын тағы да қайталап айтамын, майлы болып кетеді. Артылып қалса холодильникке қойып қойсаңыздар болады. Келесі күні тағы да жасап жіберсеңіздер болады. 15 минутқа нанымыздың бетін жауып қоямыз. Кішкене көтерілгеннен кейін жылы сүт пен жұмыртқаны сары уыздың бетіне жағып, қызып тұрған духовкамызға 35-40 минутқа пісіріп алатын боламыз, қыздар. Осындай суптармен өте күшті кететін болады. Бұл чесночный хлеб, суп жасаған кезде, кремовый суп жасаған кезде осыны жасап көріңіздер. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, комментария жазып өтіңіздер. Ас болсын.